Хабарымызды студия қонақтарымен жалғастырамыз. Бүгін біздің үш бірдей қонағымыз бар. Өтебаев Сұлтан Бақытжанұлы, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының қоғамдық мүдделерді қорғау қызметінің басқарма прокуроры, Диас Әкімжан, Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің кәсіпкерлік саясатын дамыту департаментінің басқарма басшысы, және Zoom байланыс арқылы Әлия Мұқашевамен қосыламыз, Шығыс Қазақстан облыстық кәсіпкерлер палатасының директорының орынбасары. Диас Қыдырәліұлы, сұрақты сізден бастасақ, қазіргі таңда ел экономикасындағы шағын және орта бизнестің алатын үлесі қандай? Бұл салада қанша адам жұмыспен қамтылған? Қазіргі таңда қанша шағын және орта бизнес нысандары бар салада? Қазіргі таңда біздің үкіметпен шағын және орта бизнесті дамытуда үлкен іс-шаралар жүзеге асырылуда. Және соның нәтижесінде қазіргі таңда бізде шағын және орта бизнестің экономикадағы үлесі 36,4%-ды құрады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 0,7%-дық тармақшаға өскен. Ал осы шағын және орта бизнесте жұмыспен қамтылғандардың саны 4,3 миллион адамға жуық. Бұл дегеніміз біздің халқымыздың 40%-ы осы шағын және орта бизнесте жұмыс атқаруда. Шағын бизнестің экономикадағы үлесі мен орта бизнестің экономикадағы үлесі туралы айта аласыз, өйткені сіз жиынтық 36%-ды айттыңыз. Егер де оны біз бөліп былай қарайтын болсақ, онда бізде шағын бизнестің үлесі экономикадағы ол 29,6%-ды құрайды, ал орта ол 6,2%-дан құрайды. Біз қазір Zoom байланыс арқылы қосылатын қонағымызға қосылсақ, Әлия Мұқашева. Әлия Орынбекқызы, сіз бізбен тікелей байланыстасыз. Бізді тыңдап отырсыз ба? Әлия Орынбекқызы, осындасыз ба? Әлия Орынбекқызы, бүгінде кәсіпкерлерді қазіргі таңда ойландырып отырған басты проблемалар туралы айтып өтсеңіз, өйткені бүгін ғана аймақтағы Шығыс Қазақстандағы біраз кәсіпкермен кездесу өтті. Шағын осы және орта бизнес саласындағы деген едіңіз. Кәсіпкерлер дәл қазіргі таңда толғандырып отырған проблемаларды атап өтсеңіз. Бүгін бізде жиын болды, кеңес отырысы. Сол жерде ассоциация кәсіпкерлер қатысты. Ең бірінші сұрақ осы мораторийдің аяқталу бойынша сұрақтар туындап жатыр. Бүгінгі күнде айтсақ, пандемия кезінде осы өткен мораторий жақсы көмектесті. Сонда да мына кішкентай Өскемен-Оговск деген қалада бір 100 шақты жаңадан магазиндер ашылып, дүкендер ашылып, сонда жаңадан келген адамдар қазіргі мына мораторийдан кейін қандай тексеріс болады, қандай жаңалық бар, соны білуге көптеген сұрақ қойды. Бүгінгі күнде туындаған сұрақтар ол мобильдік переводтар, сонан кейін тексеру бойынша қандай деңгейде тексереді. Бүгін тәуекел деңгейде көшіп жатыр ғой қазір. Оған қарағанда, одар оны кішкене ұқпай, орысша айтқанда система управления рисками дейді. Сол уақытта тексеру жүрсе, уже екесе тексеріс те азаяды, штраф та азаяды. Біз мына міндетті түрде жұма сайын салық органдармен, ЧС, СЭС деген мекемелермен жиын өткізіп, кәсіпкерлерді жан-жақтан қала аудандардан қосып, Zoom арқылы түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бүгінгі күнде кәсіпкерлерді негізі алаңдатып отырған негізгі бағыттар бұл салықтың төлемдері, мобильді аударымдар қазіргі таңда, декларация мәселелері қазіргі таңда, және қазіргі таңда мораторийдан кейін тексерудің қаншалықты. Қандай өзгерістер, қазіргі күнде қандай өзгерістер бар екенін осы біздің кездесуде сұрақ қойып, соған толықтай жауап алып, мына қадағалау органдардан, сол қадағалау органдар брошюрка, методичка, сондай нәрсе мына шығыста кәсіпкерлерге дайындап, онлайн түрінде таратып беріп жатыр. Түсінікті. Рахмет сізге. Сұлтан Бақытжанұлы, сізге, сіздің ведомствоңызға кәсіпкерлер қаншалықты шағым айтып жиі хабарласады, және шағымдардың жалпы сипаттары қандай, жүйелі ме, жоқ жекеленген бар шағымдар көп пе? Жалпы прокуратура органдары үшін кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау басымды бағыттардың бірі болып табылады. Жалпы соңғы 23 жылды алатын болсақ, 23 жылдың өзінде 8 мың кәсіпкер прокуратура органдарына шағымданған. Ол 22 жылмен салыстырғанда 2 мың есеге көп.
Яғни оның себебін айтуға болады. Себебі 2021 жылдан бастап прокуратура туралы заңға өзгерістер енгізілді. Соның нәтижесінде қазір 21 жылдан бастап кәсіпкерлердің арыздарын прокуратура органдары жолдамайды, өздері қарайды. Бұрында кәсіпкерлердің арыздары уәкілетті органдарға қараусыз жолданатын, қазір өздері қарап, нәтижесінде құқықтық баға беріп, яғни көп жағдайда біз айтатын болсақ, бұл жергілікті атқарушы органдардың әрекеттеріне, салық органдары, әкімдікке, салық органдарының, полиция органдарының, сонымен жаңағы біздің әріптесіміз айтып өткен санитарлық эпидемиологиялық бақылау органдарына арыздар көбінесе келіп түседі, прокуратура органдарына. Соған орай мысалы жаңағы айтып өткен дер кезінде біз шара қабылдап өз құқықтық бағамызды беріп отырамыз. Бүгінгі таңда шағын және орта бизнестің отандық экономика үшін үлесі қаншалықты маңызды? Жаңа келтірген деректерде 36% дедіңіз, оның ішінде шағын бизнес пен орта бизнес есептегенде орта бизнестің үлес салмағы анағұрлым аз, 6,2%, шағын бизнеске 29%. Алдағы мақсаттар қандай? Шағын және орта бизнес нысандарын ішкі жалпының үлесін ішкі жалпы өнімдегі қанша пайызға, қанша көрсеткіштерге көтеру жоспарланып отыр? Негізгі стратегиялық жоспар қандай? Сіздің айтып өткендей, бізде алдағы жоспар 2030 жылға қарай осы шағын және орта бизнестің үлесін 40%-ға, яғни жалпы үлесін. Ішкі жалпы өнімнің көлемінде. Оның ішіндегі орта бизнесті біз 15%-ға дейін жоғарылату мақсатын алдымызға қойдық. Бұл уақытта қазір мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес кешенді дамыту шаралары іске асырылуда. Оның ішінде ол орта бизнеске бағытталған бірқатар мемлекеттің қаржылай және қаржылай емес қолдау шаралары көзделуде. Яғни бұл жерде жаңа бағдарлама құрылатын болады. Бұрынғы біздің бизнестің жол картасы бағдарламасымен қарапайым заттар экономикасы біріктіріліп, бірыңғай бір жаңа бағдарлама болатын болады. Елімізде соңғы жылдары орта бизнес нысандарының саны артып келе жатыр. Солай деп айта аламыз. 6%-ға көтерілді деп. Бірақ кәсіпкерлердің көбісімен сөйлескен кезде олардың айтатын дүниесі салық органдарының тарапынан әлімжеттік көріп отырмыз, немесе тағысын тағы дүниелер. Осы салық жүйесінде жалпы мүмкіндік беру үшін, шағын кәсіпорындардың орта кәсіпорынға айналу үшін, қандай да бір кедергілерді жою үшін, сіз айтып отырғандай бағдарламада қандай жаңалықтар, жеңілдіктер, қолдаулар шағын және орта бизнесті күтіп отыр осы саладағы нысандарды? Жалпы осы біздің министрлікпен қазір жаңа салық кодексін жасау жүргізіліп жүруде. Ол бойынша жаңа жұмыс тобы құрылды. Сол жұмыс тобы барысында бизнеспен келіп түскен 700 мыңға жуық ұсыныстар қазір саралануда. 700 мыңға дейін жуық. Яғни сол бүкіл бизнестің, яғни сіз айтып өткендей осындай іс-әрекеттері, либо әрекетсіздіктері болған жағдайда солар біздің жалпы осы салықтық жүйе жаңартылатын болады. Яғни салықтық жүктеме азайтылатын болады, яғни осы жаңа салық кодекс шеңберінде. Тексерулердің саны азаяды. Және бағанағы біздің коллегамыз атап өткендей система управления рискімен тәуекелді басқару жүйесі ол автоматтандырылды 1 қаңтардан бастап. Яғни сол тәуекелді басқару жүйесі автоматтандырылған түрде болуына орай ода адами фактор болмайды, және ол система өзі бізге тізімдер мен мерзімдерін белгілеп отырады. Яғни тексеру жүргізудің. Осы бағыттағы жұмыстар жүргізілді. Түсінікті. Менің түсінуім бойынша жаңа салық кодексі қабылданатын мүмкіндігінше жаңағы инвесторлар үшін де, шағын кәсіпорындар үшін де, орта бизнес үшін де анағұрлым қолайлы болады. Және шетелдік жаңағы инвесторларды ел ішіне әкелуге ынталандыруға, сондай-ақ елдегі кәсіпорындардың әлеуетін көтеруге, инвестициялық саясат жақсартуға бағытталады. Қайтып келейік, жалпы кәсіпкерлердің жағдайына. Қалай ойлайсыз, осы кәсіпкерлік субъектілерден түскен шағымдарды тексеру кезінде қадағалау органның алгоритмдері әдетте аймақтарда қалай құрылымданады, бұл жұмыс қалай жүреді? Жалпы 2021 жылдан бастап, жаңа мен айтып өткендей, прокуратура туралы заңға өзгерістер енгізілді. Соның белгілі бір механизм ретінде жаңадан қадағалау акция енгізілді. Ол яғни мемлекеттік органдармен шектеу шараларын жою туралы қаулы
яғни соңғы 2 жылда мысалы прокурорлармен Қазақстан бойынша 15 мыңнан жоғары жаңа мемлекеттік органдардың шектеулері күшін жойылды. Мысалы бір қарапайым мысалды айтатын болсақ, Жамбыл облысында кәсіпкер, яғни дәріхана иесі прокуратура органдарына келіп шағымданған. Бұл жерде полиция органдарымен кәсіпкерге қатысты заңсыз тексеру жүргізілген. Тексеру нәтижесімен кәсіпкерге 3 миллион теңге сомасында айыппұл салынған. Яғни шағымды қарау барысында прокуратура ол жерде тексеріс тіркелмеген, яғни арнайы құқықтық статистика арнайы есепке алу комитетіне тіркелмеген анықтаған. Сәйкесінше сот шешімімен тексеріс заңсыз деп танылып, айыппұл күшін жойылды. Енді сіз өзіңіз ойлап қараңыз, дәріхана үшін 3 миллион теңге деген ол едәуір үлкен сома. Сондықтан осындай жұмыстар жалғастырылуда. Меніңше адамдардың көпшілігі, азаматтардың көпшілігі осы мемлекеттік органдардың, салық комитетінің болсын, ол жергілікті құқық қорғау органдарының, санитарлық тексеру органдарының қызметіне шағымданады, сіздің айтып отырған мысалдарыңыз. Бірақ сіздердің әрекеттеріңіз осы ретте қаншалықты тиімді? Жалпы кәсіпкерлердің құқығын бұзып отырған мемлекеттік орган қызметкерлері қалай жазаланып жатыр? Статистикалық мәліметтер болса айтып өтсеңіз, оны кәсіпкерлер ести отырса. Бізде аумақтарда және бас прокуратура мобильді топтар құрылған. Мобильді топтардың жұмысы 24/7 нысанында жұмыс жасайды. Кез келген кәсіпкер біздің колл-центрге 115 колл-центріне хабарласады. Кез келген уақытта, мысалы айтатын болсақ, белгілі бір заңсыз тексеру, оларға қатысты бір шектеу шаралар қолданатын болса, кез келген уақытта 24/7 режимде хабарласуға құқылы. Мысалы айтатын болсақ, 23 жылдың өзінде 2352 кәсіпкер жүгінген мобильді топтарға. Оның әрбір бесеуі өз жаңағы құқық бұзушылықтың орны анықталған. Себебі демек 40-50% дейін жаңа кәсіпкерлердің уәждері дәлелденеді. Кәсіпкерлер өзінің құқықтарын шектелген прокуратура тараптарынан қорғаныс көреді. Мысалы мен сізге айтайын, бір қарапайым мысал, Павлодар облысының жаңағы айтып отқан біз салық органдарымен кәсіпкерге қатысты өткен аптада ғана болған жағдай. Тексеріс жүргізген, тексеріс нәтижесімен кәсіпкерге заңсыз 100 миллион теңге төлеу сомасында хабарлама заңсыз табысталған. Ол тексеріспен кәсіпкер келіспей мемлекеттік кірістер комитетіне жүгінген, ол жақтан да өз қолдауын таппаған. Нәтижесінде жаңағы прокуратура органдарына жүгінуге міндетті болды. Прокуратура араласып, 3 күннің ішінде кәсіпкердің құқығын қорғап, жаңа 100 миллион теңге сомасында хабарламаның күшін жойған. Нәтижесінде мемлекеттік кірістер органдарының лауазым тұлғалары тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Бүгін жалпы кәсіпкерлер шағын және орта бизнес саласына қатысты жалпылықтық декларацияның жүргізілуіне қатысты, сонымен қатар шағын және орта бизнесті тексерудің ретінің қалай жүретінін және кәсіпкерлердің одан қорықпау қажеттігін және елімізде қадағалаушы органдардың барлығын бар екендігін, олардың қадағалау жұмыстарында қырағылық танытатын жөнінде месседжді халыққа жеткізгіміз келген. Студиямызға келіп сауалдарымызға жауап бергендеріңізге рахмет. Ал біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.